Бұл видеода Wildberriesте маржасы жоғары топ 3 товарды көрсететін боламын. Полностью аналитикасын жасап, оның ішінде спрос, тренд, сезонность полностью қарап өтетін боласыздар. И заодно бұл жерде бірінші сіз аналитиканы үйренесіз. И содан соң жаңағы топ 3 товар деп жатырмыз ғой, соған кіріп сауданы бастап кетсеңіз болады. Алдымен сіздерге товарды көрсетпей тұрып, бір сұрақ қойып кетейін. Wildberriesте ақша жоқ деп жүргендерге сен дұрыс товар таңдадың ба? Әлде бәрі сататын арзан товарды таңдадың ба? 90% продавецтер бірдей товар сатып жатыр. Ал қалған 10% маржасы жоғары нишаларда отыр. Қазір сол 3 товарды көрсетемін. Және осы видеоның соңында сен Wildberries'тегі алғашқы миллионыңды смело таба аласың. Бұл видеода мен сіздерге мына тақырыптар бойынша айтып өтетін боламын. Қандай товарларға новичоктар мүлдем кіруі қажет емес? Нишаны дұрыс таңдаудағы нақты критерийлері. 2026 жылы көп ақша табуға болатын топ 3 товарларды мен сіздерге анықтап көрсететін боламын. Сіздермен мен Арман Сыдықбай Қытайдан 100 миллионнан астам товар закуп жасап, айына Wildberries'те 60-70 миллион оборот жасаймын. Осы результатты жасау барысында өзімнің өткен жолым мен тәжірибемді бөлісу үшін осы каналда тегін ақпараттар беріп жүрмін. Тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен қай товарға категорически кірмеу керек екенін түсіну маңызды. Именно новичок кезеңінде. Бірінші бұл жерде сынатын және де габариті үлкен товарларға кірмеу. Мұндай товарларда жеткізу өте қымбат болады. Және де степень возврата көп болуы мүмкін. Екінші, бұл жерде сезонный немесе трендовый товарлар. Новичоктарға категорически вообще кірмеу керек бұл товарларға. Өйткені бұл жерде опыты бар селлерлер 2-3 ай алдын кіріп, сол нишаларда сауда жасайды. Ал бұл нишаларға уақытында кірмейтін болсаңыз, минусқа обязательно кетіп қаласыз. Опыты жоқ новичок адамдар көбінесе осындай сезонный трендовый товарға кіріп, ұшып кетеді. Үшіншіден бұл жерде тым арзан немесе тым қымбат товарларға кіру. Новичоктарға тым арзан товарларға кіру вообще қажет емес. Потому что бұл жерде товардың каждый копейкасын дұрыстап санау қажет болады. А если дұрыс санай алмайтын болсаңыз, минусқа кетіп қаласыз. Яғни бұл жерде арзан товарларда және қымбат товарларда жұмысы өте көп. Юнит экономиканы точно просчитывать ету керек. Бұл жерде новичоктарға арзан товарларға кіру қажет емес. Не себепті десеңіз, бұл жерде сіздің каждый тиынды есептеу қажет. Ол жерде сіздің мысалға 500 теңгеге сататын болсаңыз товарыңызды, ол жерде пайдаңыз ары кетсе бір 100 теңге. 100 теңгені объеммен алуыңыз керек та енді. Ойлап көріңіз. Арзан товарларда жұмысы өте көп, пайдасы өте аз болады. Төртінші, бірнеше үлкен продавецтер рынокты толықтай ұстап отырған кезде. Ол рынок полностью монополизация. Жаңағы үлкен гиганттар рынокты ұстап алған. Новичоктар кіретін болса, бұл жерде 99% жұтылып кетеді. Мінеки ниша таңдаған кезде біз MStats аналитикалық программасын обязательно қолданамыз. Бұл жерде меню, сразу инструменттерге кірісіп кете берейін. Мына жерде внешняя аналитика, Wildberries, категории или же выбор ниши разделіне кіріп, анализ жасасаңыз болады. Мен қазірге давайте сразу категорияға кірейік. Категорияға кіру арқылы, мына жерде давайте сіздерге бірінші сіздерге сезонный товарды көрсететін боламын. Давайте мына MStats разделіне категориясына кірдік. Одан ары қарай мына жерде алып, давайте спорт товары. Одан ары қарай туризм походы. Қазіргі таңда осы палатка нишасы жақсы дамып келеді. Енді қарайтын болсақ, бұл жерде не үшін мен палатка нишасын қарап жатырмын. Қандай критерийлерге қарау керек? Бірінші қарайтын болсаңыз, бұл жерде 50 миллион оборот жасап жатыр екен. Рубльмен санағанда еще бұл. Если теңгеге шағатын болсаңыз, кемі бұл жерде 300 миллион теңге оборот болып жатыр. Бір айда. Енді давайте сразу перейти в отчет деп, бұл жердегі нишаны шашып тастайық. Мінеки товары деген разделге кіріп, бірінші карточканы қарадым. Бұл жерде 4 миллион рубль оборот жасап жатыр екен. Екінші карточка 1,5 миллион рубль. Үшінші карточка 1,200,000, 1,200,000, 1,900,000, 800, 700, 600, 400. Шамада жақсы. Вне сезона бұл. Негізі сезон басталса, бұл нишада жақсы обороттар жасап, теңге көтеріп алуға болады. Сезонный товар, потому что бұл. Оны алдағы уақытта сіздерге обязательно қазір көрсетемін.
қызықтырып қарап отырыңыздар. Вот міне предмет, дальше спортивный товар палатки деген разделді басу арқылы біз мына жерде сводка деген разделді шығаратын боламыз. Сводка разделіне кіретін болсаңыздар, біз аналитикасын көреміз осы нишаның. Бұл нишада қараңыздар, 62 миллион рубль оборот жасалған екен. Енді упущенная выручка. Бұл айына мынанша оборот жасалды. Ал упущенная выручка дегеніміз не? Упущенная выручка дегеніміз бұл жерде конкуренттер товар салды. 1000 штук, 500 штук. Сол товарлары бітіп қалған жағдайда, но клиенттер келеді да, ол товарды корзинаға добавить етіп қояды. В дальнейшем заказ бергісі келеді. Сол упущенный момент болып саналады. Сол себепті товар остатыкты бітірмей, всегда продажада остатык ұстап тұру керек. Товарыңыз сол кезде топта тұрып, продажасы тоқтамайды. Мына жерде қарайтын болсақ, 22 миллион рубль упущенный момент, упущенная выручка. Осыны алып, сіздер негізі алсаңыздар болады осы нишаға кіріп. Дальше біздің қарайтымыз бұл жерде процент выкупа. Процент выкупа с учетом возврата дегенге қараймыз. Бұл жерде 80%-тен жоғары болу керек. Бұл ниша 80%-тен жоғары болып тұр. Мінеке қарайтын болсаңыздар, дальше мына жерде монополизация низкая. Одан ары қарай сменяемость продавцов бұл жерде 26% болып тұр. Значит, бұл нишада кірген товарлар қайтадан шығып кетіп, басқа да новый игроктар кіріп жатыр деген сөз. Значит, бұл нишаға кіріп, сауда жасасаңыз болады. Мінеке мына жерде біз сводка анализін полностью бітірген болатымыз. Одан ары қарай бренды и продавцы. Бренды дегеніміз не ол? Жаңағы айтып жатқан монополизация. Үлкен гиганттар бар ма, жоқ па? Осы жерден анализ жасау арқылы қарай аламыз. Осы жерде біз 365 күнге қоятын болсақ, мінеке 365 күнге қойып, мына жерде қарай аламыз. Қай бренд қанша процентін алып отыр рыноктың. Осы жерде қарайтын болсақ, АМИ 11%-ін алып отыр екен. Бірінші 1000 звезд деген 4% алып отыр рыноктың. Рынок өте үлкен, мына жақта 62% әлі бос екен. Енді ары қарай продавцы разделіне өтетін боламыз. Если осы бренды разделінде бір бренд 35%-тен жоғары алып отырса, значит ол монополист. Если монополист болса, ол мелкий игроктарды всегда жұтып алады. Ары қарай қарайтымыз продавцы. Продавцы тоже қарайтын болсақ, остальные 61%. Мына жерде қарайтын болсақ, ары кетсе 9, 4, 8, 11%-ін ғана алып отыр екен ең үлкен игрок. В дальнейшем бұл нишаға кіруге болады. Енді тренд. Обязательно біз трендніс тексеруіміз керек. Товардың сезоны қай уақытта, бұл товарға қай уақытта кіру керек, қай уақытта шығу керек, соның бәрін анықтайтын боламыз. Бұл сезонный товар ма, или же сезонный ма. Вот, мінеке мына жерге кіру арқылы біз аналитиканы полностью көріп отырмыз. Аналитиканы полностью көріп отырмыз. Мына жерде скрыть все параметры деп басу арқылы аламызда тек только продажи выручка, средний чек. Осыны алып қараймыз. Мына жерде қарайтын болсақ, 2024 жылы ең пик продаж 304 миллионға болыпты. 304 миллион рубль. Ендеше 2025 жылы 431 миллион рубльға продажа болған. Енді көбісінде бір сұрақ бар. Қай уақытта бұл нишаға кіріп, қай уақытта шығу керек? Мінеке мына жерде қарайтын болсаңыздар, декабрьдің соңы, январдың басында кіріп кету керек осы нишаға. Пока сіздердің товарларыңыз Қытайдан немесе барахолкадан бастапқыда алып, раскачка жасап, отзывтарыңызды көтеріп, ключевой сөздеріңізді, органикасын топқа көтеріп, продажаларын көтеріп алсаңыздар болады. Оған дейін. Пока сезон келгенше. Когда сезон басталады, уже міне мартта, апрельде жақсы продажалар басталады. Сол уақытта товарыңызды, органикасын топқа көтеріп қойыңыз керек. Көріп отырсыздар ғой? Бұл жерде 431 миллион рубль оборот жасалған екен. Сол себепті бұл нишаға кіру эффективно. Мінеке дальше қарайтынымыз біз ценовая сегментация. Ценовая сегментация ол дегеніміз бұл жерде қай ценовой диапазонда біздің товар жақсы сатылады. Қытайдан товар іздеген кезде қай ценовой диапазонда товарыңызды іздеу керек.
соны обязательно осы жерден қарап шығамыз. Мінекей осы жерде спрос қай жерде көп болып жатқанын анықтауға болады. Мінекей 1763-2060 рубль аралығында товарларды адамдар сату арқылы 130 миллион рубль оборот жасаған екен. Ендігі қарайтын жеріміз 3000 рубль мен 3051 рубль арасында 130 мың рубль оборот жасаған екен. Дальше қарайтын болсақ, мына жерде 9347 10 мың рубль аралығында 119 миллион рубль оборот жасалған екен. Значит, бұл нишада үлкен чекте сату тоже болады екен. 9 мың 10 мың рубльде. Если 10 мың рубльдан товарыңызды сататын болсаңыз, кем дегенде 1000 рубль пайда табуға болады. Одан кейін нишаны ары қарай анализ жасайтын болсақ, запросы. Запросыға кіреміз, біздің ключевой сөздерімізді іздейміз. Қаншама ключевой сөздер бар, қанша спрос бар, осы жерден білуге болады. Мысалға бірінші қарайтын болсақ, палатка туристическая. Туристическая бұл жерде 78892 спрос бар екен, айына іздейтін. Если сіз анализ жасаған кезде частотность 10 мыңнан жоғары болатын болса, значит ол нишада кем дегенде 4-5 миллион оборот жасауға болады. Палатка для зимней рыбалки дегенде айына 67581 спрос бар екен. Енді дальше қарайтын болсақ, палатка. Міне в дальнейшем осылайынан полностью нишаны анализ жасап қарап шығасыздар. Мына нишада спрос жақсы көрініп тұр. Раздел географияға кіріп қарап шығамыз. Бұл жерде қай регионда жақсы продажа болатын. Московский областы қарайтын болсақ, осы жерде жақсы продажа болып жатыр екен. 2 миллион 851 мың рубль. Одан кейін ары қарай Иркутская, одан кейін Краснодарский, Москва, Ростовская, Башқұртстанская, Башқұртстан. Енді складтарды қарайтын болсақ, дальше бұл жерде Электросталь складында жақсы продажа болады екен. Одан ары қарай негізінде Wildberriesте бірнеше складтар бар сауда жасаймын десеңіз. Өйткені Wildberries СНГ бойынша полностью тарап кеткен. Москва, Московский областың складтарын айта кетсем, бұл жерде Каледина, Электросталь, Тула, Подольск, 1, 2, 3, 4-ке дейін созылады. Одан ары қарай Краснодар, Обухово. Осындай бірнеше складтары бар. Осылайынан осы жақта сауда жасауыңызға болады. Если товарыңыз көп объемда болатын болса, товарыңызды шашып тастайсыз әр складтарға, сөйтіп сіздің локализацияңыз жаңағы алгоритмге влиять ететін болады осы. Ендігі қарайтын разделіміз бұл жерде анализ сезонных эффектов. Анализ сезонных эффектов дегенде, то, что қай уақытта сезон басталады, қай уақытта сезон аяқталады. Пик сезона и середина сезона деген бар. И одан кейін қай уақытта шығып кету керек бұл нишадан. Соны полностью мына жерде наглядно көрсететін боламын. Мына жерде ортасын қарайтын болсаңыз, қызыл диапазонмен көрсетіліп тұр. Ортасы. Енді көк диапазон көтерілетін уақыт. Міне, выручка, годовая сезонность. Осы жерде қарайтын болсақ, апрельдің 20-ларына осы палатка нишасы жақсы сауда жасап бастайды екен. Ары қарай уже спрос өсіп кетеді. Мына жерде серединасын қарайтын болсақ, уже 120% өседі. Ал пикті қарайтын болсақ, 196, почти 200% екен. Енді алдағы уақытта сіздердің товарларыңыз тұрып қалмау үшін уже августтың басында полностью товарыңызды сливать етіп тастауыңыз керек. Қалай сливать ету керек? Сіз бастапқыда мысалға апрель уақытысында жақсы маржамен көтердіңіз. Одан ары қарай май келді. Май айларында сіз шамада 50-60% маржинальность таптыңыз. Одан ары қарай июль арасында, июль айларында уже 100-150% кейін маржаңызды көтеріп алыңыз. Одан кейін уже товарыңызды мынау августтың бірі жақындаған кезде товарыңызды минусқа сатып жіберсеңіз де болады, если остаток аз болады болса. Одан ары қарай қарайтын разделіміз быстро растущие конкуренты. Осы жерде біз конкуренттерімізді анализ жасасақ болады. Мінекей мына жерде бірінші біз қарайтынымыз кім қанша процентке өсіп жатыр, соны қарай аламыз. Мысалға мына палатка бірінші тұрған, рост выручки в день 515%. Көріп отырсыздар ғой, ақырында өсіп келеді. Мына карточка айына 1 320 000 рубль жасап жатыр екен.
осылайынан осы конкуренттерді анализ жасау арқылы солардан в точь копировать етсеңіз болады. И больше жасасаңыз болады, если өзіңіздің қосатын жеріңіз болса. Мінекей осы бір нишаны полностью анализ жасап біттік. Енді давайте екінші нишаға көшейік. Екінші ниша бұл жерде все сезонный товар. Средство от грибка ногтей на ногах деген ниша. Бұл жерде рейтингін қарайтын болсаңыздар 4-6, 58 мың отзывы бар екен. Значит, бұл нишада спрос жақсы көріп отқандарыңыздай. Міне түрі көргендеріңіздей. Дальше біз аналитикаға көшейік. Полная статистика деп басамыз. Одан соң ары қарай уже сол товардың категориясына кіретін боламыз. Красота, кремы раздел. Осы категорияға кірген кезде дальше біз давайте сразу сводкаға өтіп кетейік. Сводкаға өтетін болсақ, общий объем категории көрініп тұр. Wildberriesте бір категорияның өзінде 2 миллиардтан жоғары продажа болып отыр. Енді басқа да нишаларда сауда жасап, бір нишамен тоқтап қалмай, бірнеше ниша қоса берсеңіз болады. Спрос өйткені Wildberriesте өте жақсы. Енді ары қарай қарайтын болсақ, бұл нишада екінші қарайтын критерий бізде жаңағы упущенная выручка. Упущенная выручка бұл жерде 17% көрсетіп тұр. Көргендеріңізде спрос өте жақсы. 400 миллион ауаға кетіп отыр былай айтқанда. Мына жерде қарайтын болсақ, процент выкупа с учетом возврата. Процент выкупа с учетом возврата дегеніміз, ол то, что сіздің товарыңыз 10 заказ түсетін болса, если 92% выкупа болса, сіздің товарыңыздың 9-ы сатып алынады, біреуі возврат болады. Ал біреуі возврат болған жағдайда логистикасына сіз қалтаңыздан төлейтін боласыз. Ал киім нишаларына кіру не себепті керек емес новичоктарға, потому что ол жерде процент выкупа 30-40%. Енді сіз ойлаңыз, 10 заказ түсті, соның 7-еуі артқа қарай қайтатын болса, логистикасына сіздің қалтаңыздан кетеді. Ал ол сіздің қалтаңыздан кеткен сайын минусқа кетіп қалуыңыз да мүмкін, если дұрыс юнит экономика санамайтын болсаңыз. Вот солай дальше мына жерде қарайтын болсақ, монополизация низкая. Одан кейін сменяемость продавцов 18% екен. Товар разделіне кіріп, бірнеше товарларды көрсеңіз болады. Қандай товарларды сатуға болатын? Мына жерде қарайтын болсақ, всем известный Selimax, Bioderma, бірнеше түрлері бар мына жақта косметиканың. Бұл ниша өте жақсы. Бір алған клиент екінші рет келеді. Өйткені расходник товар. Мінекей дальше қарайтын болсақ, бренды и продавцы. Бренды разделіне кіретін болсақ, бұл жерде ниша өте үлкен болған соң, даже Selimax деген брендтің өзі бір ғана процентін алып отыр рыноктың. Дальше қарайтын болсақ, мына жерде продавцы раздел. Продавцы разделінде тоже міне рынок пустой екен көрсетіп тұр. 80% остальные деп тұр. Дальше қарайтын болсақ, бұл жерде тренды. Тренд, то, что товар сезонный или все сезонные екен, бұл жерде анықтасаңыздар болады. Если скачок болып жатса, жаңағыдай наглядно көрсете кетейін, палатки нишасында. Мінекей палатки нишасында сауда жасап жатсыз. И содан соң, осы жерде сізде міне көріп тұрғандарыңыздай, сезонный товарда всегда үстіге қарай көтеріледі, скачок болады, одан кейін астыға қарай құлап кетеді тренд. Мінекей мына нишаға қарайтын болсақ, бұл жерде ешқандай скачок жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай стабильно өсіп келе жатыр 2022-ден бастап. Енді қазіргімен салыстыратын болсақ, қазіргі таңда 2 миллиард рубльға продажа болып жатыр айына. Значит, бұл нишада спрос өте көп. Қай ценовой диапазонда жақсы продажа болса, сол жаққа кірген дұрыс. Міне қарайтын болсаңыздар, 757 рубль, 257 рубль аралығында 131 миллион рубльға продажа түсіп жатыр екен. Ал мына жақта қарайтын болсақ, 1465, 1930, бұл жерде 224 миллион рубльға продажа түсіп жатыр. Бізде дальше қарайтын раздел, ол запросы. Біздің товарға қатысты разделді қарау керек. Бұл жерде ең бастысы, сіздің товарыңызға сәйкес ключевой сөздер болу керек. Мысалға қарайтын болсақ, мына жерде крем для лица. Бұл біздің товарға
Нерелевантный. Релевантный деген целевой ключевой сөздер бар. Именно сол ключевикпен сіздің товарыңызды іздеген кезде продажа жасайтын. Мысалға крем для лица. Ол вообще мына товарға келмейді былай айтқанда. Бұл жерде қай ключевой сөз біздің товарымызға келеді. Оны алып, мына жерде астына түсіру арқылы іздеп тауып аламыз. Мысалға қарайтын болсаңыздар, мазь, міне. Мінеки. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, мазь от грибка ногтей на ногах. Бұл жерде 11 мыңға айына спрос болып жатыр екен. Осындай ключевой сөздермен біз реклама жасау арқылы товарымызды топқа көтеріп, сауда жасайтын боламыз. Мазь от грибка ногтей на ногах, осы ключевой сөзге кіретін болсақ, айына 7 миллион рубльға выручка болып жатыр екен, көріп отқандарыңыздай. Одан кейін біздің қарайтынымыз, осындай бірнеше ключевой сөздерді анықтап аласыз, қандай ключевиктермен сататын. И сөйтіп в дальнейшем сіз осы ключевой сөздер бойынша реклама қосып сататын боласыздар. Енді дальше қарайтынымыз бұл жерде география. Основном бізде Вайлберісте Москва и Московские области продажа жақсы жүреді. Значит, бізде товарларымызды всегда Москва и Московские областағы складтарға жіберуіміз керек. Сол жаққа жеткізіп, ФБО-ға өткізуіміз керек. Дальше қарайтын болсақ, мына жерде анализ сезонных эффектов. Бұл жерде ешқандай сезонность байқап тұрған жоқпын, потому что синий диапазон всегда ортада жүр. Арасында продажа кішкене проседать етеді екен. Сентябрь, октябрь, ноябрьдің соңына дейін примерно продажаларыңыз проседать етеді. Мінеки мына жерде сіздерге үшінші товарды көрсетуге дайынмын. Давайте, ехала. Кофе для похудения. Бұл товарда маржинальность 400%. Что там, қызық па? Давайте көрейік тогда. Кофе для похудения эффективный. Мінеки мына жерде қарайтын болсақ, бұл нишада продажа енді бешеный кетеді. Міне, продукты кофе категориясында. Бұл жерде қарайтын болсақ, мынау продавец, процент выкупа 96%. Енді дальше қарайтын болсақ, кофе растворимый. Осы нишаға кіріп, мына жерде сводка разделіне кіреміз. Сводка разделіне кіріп, қанша оборот болып жатқанын байқаймыз. Енді дальше қарайтын болсақ, бұл жерде выручка айына 240 миллионға жасап жатыр екен. Упущенный выручка бұл жерде 87 миллион рубль. Упущенный выручка дегеніміз жаңағы конкуренттерде товар остатық жетпеген соң, спрос пайда болғанда упущенный болып жазылатын болады. Сол осы аналитический программадан көрсеңіз болады. Дальше қарайтын болсақ, бұл жерде процент выкупа 96. Енді сіздің товарыңыздың кем дегенде 0,4% ғана артқа қарай қайтады. Товары разделіне кіріп, бірінші қарайтынымыз мінеки. Осындай кофелердің біраз түрі сатылып жатыр екен, но біз бұл кофелер түріне кірмейміз. Біздің кіретін кофе мінеки, кофе для похудения. Бұл жерде айына 1 300 000 рубль оборот жасап жатыр екен. Дальше біздің қарайтынымыз бренды и продавцы. Мінеки, бренды и продавцы разделіне кіретін болсақ, бір бренд 24% алып отыр. Это нормально. Дальше қарайтын болсақ, продавцы. Міне, ярна 27% алып отыр екен. Если бір продавец монополист болса, ол қалай анықтауға болады? Монополист дегеніміз, ол бір бренд или же бір продавец 35-40% жоғары рынокта жаулайтын болса, значит оған ол нишаға кіруге болмайды. 2024-тің 6 айына қарайтын болсақ, 100 миллион рубльға продажа жүрген. Көргендеріңіздей, қазір 2026 жылы 1 январда 217 миллион рубльға продажалар болып жатыр екен. Значит, ниша өсіп жатыр. 2 есе өскен көргендеріңіздей. Дальше қарайтын болсақ, бұл жерде ценовая сегментация. Ценовая сегментация 2135-2419 рубльдің аралығында
жақсы продажа болады екен. Мінекей, мына жерде қарайтын болсаңыздар, выручкасы 410 миллион рубль. Дальше қарайтын разделіміз бізде запросы. Запросы разделінде біз өзіміздің товарға қатысты ключевой сөзді тауып алатын боламыз. Бізде ол кофе для похудения. Мінекей. Кофе для похудения. Осы ключевой сөзге кіру арқылы біз қарап көреміз. Одан да басқа ключевой сөздер бар. Частотность бұл жерде 19308, ал конкурент саны 2078. Но бұл конкурент саны емес, карточка саны. Конкурент саны бұл жерде 699. Оның продажа жасап жатқаны 159. Біз қалай осындай нишаларға кіріп, продажамызды топқа көтеруге болады? Бізде стратегия рейдерский захват. Қалай жасаймыз оны? Біз аламызда полностью Қытайдан закуп жасаймыз. Дальше товарымызды Москваға жібереміз. Карточкасын SEO оптимизация, видео контентін жасау арқылы, одан кейін ары қарай ішкі және сыртқы рекламасын қосып, финотчетті обязательно есептейміз товарымыз, чтобы минусқа сатылып кетпеу керек. И сөйтіп топқа көтеріліп, біз продажаны жақсылап айырамыз. Бұл жерде енді кофе для похудения выручкасын қарайтын болсаңыздар, бұл ключевиктің 8 миллион рубль. Чотан ба? Жыртуға болады мұнда. Давайте дальше кірейік. Бұл жерде біздің дальше қарайтынымыз география. Географияны бұлай жалпылама тілде түсіндіріп өтейін. Бұл жерде Москва и Московский область. Московский областьта 25 миллион халық бар. Ал Москвада 20 миллиондай халық бар. Енді осы халық санына біз алып полностью Москва и Московский область қалаларына жіберуіміз керек товарымызды. Жаңағыдай Каледина, Электросталь, Тула, Подольск, одан ары қарай Казань, бірнеше складтар бар Москва мен Московский областьта. Соларға жіберетін болсақ, продажаны стабильно жыртуға болады. Өйткені сіздің товарыңыз Москваға жететін болса, ранжированияда сіз топқа тез көтерілесіз. Алгоритм бұл жерде сіздің товарыңызды топқа көтеретін болады. Не себепті десеңіз, клиентке тез жетеді. Енді ары қарай қарайтынымыз бұл жерде анализ сезонных эффектов. Анализ сезонных эффектов бұл жерде бұлай особо сезонный товар емес, потому что кофе для похудения сезонный товарға вообще жатпайды. Адамдар бұлай айтқанда любой уақытта азғысы келеді. И сол себепті біз сол больді жабатын боламыз. Ал мінекей достар, мына жерде сіздерге полностью анализ бойынша 3 нишаны да көрсетіп бердік. Енді алдағы уақытта сіздер ниша таба алмай жүрсеңіздер, обучение іздеп жүрсеңіздер, бізде обучение полностью тегін. Біздің логистикалық компаниямен серіктес болып жұмыс жасасаңыз, сізге ниша керек болса, обучение керек болса, полностью тегін береміз. Бұл жерде тек сіз біз арқылы закуп жасап, біздің серіктес болуыңыз керек. Бұл жерде біз сіздің товарыңызды Қытайдан бастап, Москваға жеткізіп, Wildberries-тің ішіне кіргізіп, сатуға көмектесетін боламыз. Серіктес болғыңыз келсе, описаниядағы ссылка, комментарийдағы ссылканы басып, орныңызды қалдырып, менеджер сізге хабарласып, ол жерде сіздерге полностью көмек беретін боламыз. Сіздерге обучениенің ішінде жаңағы карточка создавать ету, SEO оптимизация, одан ары қарай юнит экономикасын қалай есептеу керек, рекламасын қалай қосу керек, ішкі және сыртқы реклама обязательно көмектесеміз. Ниша таңдауды, нишалардың маржасы 60-70%-тен жоғары. Мысалға айтатын болсақ, біздегі бір нишалар бар, 200, 250, 300%-ке дейін баратын. Бізде Шыңғыс мырза Шымкент қаласынан ол кісі закуп жасап, біздің логистикалық компаниямен серіктес болу арқылы біз ол кісіге полностью нишаны таңдап беріп, Қытайдан заводтан прямой, завод-фабрикадан алып кеп беріп, ол нишаға көмектескен болатымыз. Бұл жерде обучение, ниша полностью бесплатно кіретін болады. Ол кісіде қазір закуп жасап болған соң, продажасы күніне 170 мың, 200 мың, 300 мың теңгеге болып жатыр. Ол кісі бастапқыда бізде миллион теңгеге закуп жасаған болатын. Одан бөлек бізде Диана ханым 5 миллионға закуп жасау арқылы бізде қазір ол кісіде күніне 500 мыңға, 700 мыңға, 800 мыңға продажалар жүріп жатыр. Если біздің логистикалық компаниямен серіктес болып жұмыс жасағыңыз келсе, описаниедегі ссылкаға өтіп, немесе комментарийдегі ссылкаға өту арқылы менеджер сізге хабарласып, полностью түсіндіріп беретін болады.
Сіздермен болған Арман Сыдықбай, алдағы уақытта қызықты, полезный информациялар шығатын болады. Сол үшін подписка жасап, лайк, комментарий жазып кетіңіз.